Құрметті студент, бүгінгі біздің үшінші сабағымызда біз товарды қалай сауатты түрде салуды түсіндіретін боламыз. Ол үшін Валбрестің жаңағы басты бетінде товары деген батырманың астында карточка товара дегенді бассақ, осындай бетке кіреміз. Ол жерде фиолетовый болып тұрған добавить один товар деген таңдаймыз. Одан соң продолжить без фотографии деген батырманы бассақ, міндетті түрде карточка бірінші кезде ашқан кезде категория сұрайтын болады. Мен өзіме бір товарды уже таңдап қойдым, және де категориясы ол парфюм болып келеді. Парфюм деп кішігірім жазсаңыз, уже сізге нелерді тауып береді, қандай несі керек. Парфюмерная вода деген таңдаймын. Сол кезде осындай толық толтыру керек мәліметтер пайда болады. Бұл жерде ескеретін жайт тағы да бір, және обязательно міндетті түрде упаковканы дұрыс толтыруға тырысыңыздар. Өйткені егер дұрыс толтырмаған жағдайда логистика 2 есе алынатын болады. 1000 теңге төлейтін жерге 2000 теңге төлейтін боласыз. Біздің парфюміміз жаңағы 20, длинасы 8, 20, так, где-то 14 и 7 сантиметр болып келеді, кішкене ғана. ТНВ деген духидің міндетті түрде болу керек. Мынандай қызылмен тұрғандардың бәрін міндетті түрде толтырып шығу керек. Әйтпесе сізге жаңағы сохранить етуге мүмкіндік бермейді. Мүмкіндігінше бүкіл информацияны толық толтыруға тырысыңыздар. Бренд деген жерге мен уже бір өзіме товар таңдап қойдым. Қазіргі таңда информация алу мақсатында мен Каспий KZ-тен алдым. Lanvin бұл бізде бренд болып келеді. Lanvin деген таңдайым. Мына жерде басам, астына всплывающий сияқты шығады. Соны міндетті түрде басу керек. Егер әшейін баспай бүйтіп кетсеңіздер, бұл сохранить етілмейді. Міндетті түрде үстіне басасыз. Астында басқанда, осылай сары болып жанғанда, осылай болып шығу керек. Упаковкасы бізде коробкада болады. Мысалы, коробкада болады. Өзініңді коробкада болады деп жазсақ болады. Вес товара міндетті түрде жазыңыздар. Вес товара 80 граммдай. Возрастные ограничения 16+, мысалы. Он 16+. Міндетті түрде всплывающий окно шығады, соны таңдау керек кейбір жағдайларда. Группа аромата. Группа аромата деген бұл бізде амбровый аромат болып саналады. Дата окончания. Егер сертификатыңыз, осы аталған товарға сертификатыңыз болса, вообще жақсы. Мына жерде толық информацияны қай уақытқа дейін сіз сол сертификатқа жаңағы праваңыз бар, соны жазып шығасыз. Болмаған жағдайда қалдырып кетсеңіз болады. Комплектацияны міндетті түрде дұрыс толтыру керек. Комплектацияда бізде не жүретінін, то есть бір парфюм деп жазып кете алмаймыз. Осы ақпаратта толық жазуға тырысыңыз. Бір штук деген сияқты. Қасында мүмкін подаркасы болса, оны да жаза кетіңіз. Қасында, мысалы, маскасы болады, либо кішкентай пробнигі болады деген сияқты жазып кету керек. Назначение аромата женский болып келеді. Наименованияға осы информацияны толық жазсақ болады, немесе наименованияның өзін дұрыс толтыруға тырысу керек. Наименование 60 символдан аспау керек. 60 символға дейін рұқсат, және де 60 символдың бәрін толық толтыруға тырысу керек. Егер сіздің товарыңыз бір мысалға осындай Lanvin немесе атақты емес бренд болған жағдайда
онда міндетті түрде ол не үшін деген сияқты ұзағынан ақпарат толтыруға тырысыңыз. Ал егер мысалы iPhone сияқты немесе осындай брендтер болса, Lanvin, там Giorgio Armani, Coco Chanel деп тұрса, онда болады. Так, раздел меню толтырсаңыз да болады, толтырмасаңыз да болады. Сезон круглогодичный болып келеді парфюмдар әрине. Состав состав мұнда жазылмаған екен, бірақ Google-дан толық информацияны білуге болады. Составта не бар? Верхние ноты. Верхние ноты. Егер қаласаңыз, верхние ноталарды жазып шықсаңыз болады. Қандай ноталардан тұрады? Осылай біртіндеп толтырып шықсаңыз болады, немесе бұл информацияларды не үшін толтырамыз? Ертеңгі күні информация сіздің сатушыңыз ақпарат іздеген кезде осы жердегі сөздер жаңағы поисковикте шығатын болады. Срок годности, егер нақты білмесеңіз, указано в упаковке деп жазсаңыз болады. Өйткені қашқай уақытта сізде сатып алатын білмейсіз ғой. Указано в упаковке, либо нақты уақытысын жазсаңыз болады. Страна производства Франция. Транспортировка деген не опасный груз, бұл жарылып кетіп, ондай не қылмайды. Және де описание деген жерде описаниясын осылай жазып шығамыз. Және де нақты барлық ақпараттар жаздық. Барлық ақпараттар жазып шықтық. Енді біз суретін қоямыз. Суретін қою үшін осы недегі суретті жүктеп алсақ болады. Рабочий стол. Егер қаласаңыз... Mix Parfums. Мои любимые духи. Егер жақсы информациялар, жақсы видео болып жатса, онда видеоны да жүктеп алып қоюға болады. savefrom.net деген сайт бар. Сол жақтан кіріп, ссылканы, сілтемені қойып, жаңа мен скачать еткен сілтемені қойып, ссылка дайын болсын. Оған дейін суреттерді қоя берейік. Добавить фото деген екі суретті таңдаймыз. Видео дайын бола берсін. Оған дейін енді бүкіл данныйды өз тарапыңыздан толтырып шыққаннан соң, мына данныйдың бәрін, ақпараттың бәрін біз товар жайлы уже толтырып қойдық. Ендігі таңда біз баркод деген зат болады. Баркод ол сіздің товарыңыздың енді меншікті штрих-коды деген сияқты да. Штрих-коды болып табылады. Ол баркодты ойлап таппайсыз ешқашанда. Сгенерировать баркод дегенді басасыз. Осындай сізге баркод ойлап тауып береді. Баркодты ештеңе ойлап табудың қажет жоқ. Мына жерге мысалы артикул ойлап табасыз. Өзіңізге ыңғайлы Lanvin, мен сол ненің атын жаза саламын. Lanvin Dark Patch деп.
И баға қою кезде баға қоймасаңыз, кейбір жағдайда кейбіреулер ойлады, бағаны мен кейін қоя салам деген сияқты. Бағаны міндетті түрде жаңағы дұрыс есептей білу керек, әйтпесе минуста болуыңыз мүмкін. Жаңағы скидкаларды, логистика комиссияны бәрін білген абзал. Енді біздің недегі баға, Каспийдегі баға, егер Каспийден алған жағдайда 20.361 теңге болып тұр. Мен енді баға есептеу жайында бөлек сабақ болады міндетті түрде, оны сіздерге басқада видео урокта көрсететін боламыз. Ал әзірше мен өз бағамды жаза тұрамын. Так. Но бізге нені видеоны бермеді ғой. Ладно. Дайын видео болған жағдайда 50 мегабайттан көп болмау керек. MP4 MOV болса болады. Ал сурет жүктеген кезде 450-ден кем болмау керек. 400-400, либо 400-1000 болса болмайды. Ол үшін міне суретіңіз жүктеген кезде осылай көріп алсаңыз болады. Тип элементі 775-те 682, 645-те 1080, значит болады. 450-ден көп. Болды, мынаны создать деген басамыз. Кейбір кезде осындай ошибка шығаратын кез болады. Енді составқа не жатыр? Исправить деген басасыз. Қайтып ашып жауып сохранить етсеңіз болады. Осылай шығады, уже исправленияға кетеді ол. И қайтадан товарыңызды обновить етіңіз. Суретімен шығу керек. Суретімен шықпаған жағдайда мынаның ішіне қайтып кіресіз. Суреті бар, демек әлі загрузка болып жатыр. Міне суретімен шықты. Енді бізде бұл товар әлі магазинге шыққан жоқ. Сондықтан да біз қалай жасаймыз? Баркод дегенді өзімізге копировать етіп аламыз. Сөйтіп Marketplace, управление остатками деген бетке кіреміз. Скачать шаблон. Міндетті түрде шаблон скачать етеміз. Осы кезде Stocks деген бір Excel шаблон шығу керек. Осыны үстіне басасыз. Разрешить редактирование деген міндетті түрде басасыз. Баркод. Жаңа біз міндетті түрде баркодымызды жазамыз. Баркодты ешқашанда осылай, мысалға, былай жазуға болмайды. Андай семіз ретінде ол кезде система қабылдамай қояды. Сондықтан да біздің жағдайда мына ненің 2 рет үстіне басасыз, немесе мына жерге жазсаңыз болады. Осылай басасыз, бірақ алдында ешқандай да мынандай бос орын қалмау керек. Backspace'пен жаңағы удалить етіп аласыз. Осылай шығу керек. Міндетті түрде шаблон бойынша и там 5 штук. Ешқашанда басқа, мысалға, көп адамдар жаңадан үйреніп келе жатқан студенттерге, адамдарға айтып жатады, мына жерге 1000 көрсет, 2000 көрсет, сен бірінші шығасың деген сияқты. Егер сіз FBS-пен айналысатын болсаңыз, онда 1000-5000 деп жазып қажеті жоқ. Ол ешқандай да сатуға әсер етпейді. Енді біз товарымызды сатылымға енгізу үшін жаңағы Stocks деген информацияны мен сохранить еттім. Ендігі таңда біз загрузить файл с остатками деген басамыз. Склад Астана, загрузить.
Так, мына стокс 6 деген біздің жаңағы мәліметіміз. Осыны загрузить етеміз. Товар точно енді ма, енбеді ма, Ctrl-F деп бір тексеріп алсаңыз болады. Мәні біздің информациямыз остаткіға енді, бірақ енді бұл товар точно сатылымға шықты ма, шықпады ма білу үшін үстіне басасыз. Кейбір кезде сразу 1-2 минуттың ішінде сатылымға шығады. Кейбір кезде бір күн уақыт кетеді, уақытты алады деуге болады. Оны осылай жаңағы сайттан көрсеңіз болады, немесе жаңағы остаткида көрсеңіз болады, немесе карточки товарада осы парфюмерная вода деген үстіне бассаңыз, сол кезде шығатын болады. Жалпы солай, товар салу қиын емес. Ең бастысы ақпараттарды толық толтырыңыздар, өйткені ол жаңағы карточканың сапасына әсер етеді.